Саламатсыздар ма? Бүгін біз сабақта нота арқауымен, скрипка кілтімен, ноталардың жазылуымен танысамыз. Нота арқауы дегеніміз не? Көріп тұрсаңыздар, алдымызда сызықтар тұр. Ол не сызық? 1, астынан бастап санаймыз. 2, 3, 4, 5. Алдымызда қандай белгі тұр? Бұл скрипка кілті. Скрипка кілтін алдымен жазып үйренеміз. Екінші сызықтан бастап нүкте қоямыз. Нота дәптерімізді алып, ақырындап, иректеп, ұлуға ұқсайды. Төмен қаратай түсіріп жазамыз. Тағы да жазып үйренеміз, нүкте қойып аламыз. Екінші сызыққа нүкте қоямыз. Дәптерге осындай скрипка кілтін жазамыз. Ары қаратай тағы жазайық. Негізі скрипка кілтінің басында, скрипка кілті нота арқауында біреу болады. Мына дәптерге осындай скрипка кілті ең алдымен жазып үйренеміз. Төмен түсіреміз. Тағы бір жазып көрейік. Жазып үйрендік па? Жақсы. Ноталар, мына сызықты көріп тұрсыңдар, сызықтың үстіне жазылады, сызықтың арасына жазылады. Сызықтарға моншақ сияқты тізіліп, қолымызда 5 саусақ, нота арқауы да 5 сызық. Осылай сызыққа моншақ ұқсап тізіліп жазылады, және де мына 5 сызықтың арасына жазылады. Мына саусақтарымызды. Мына жерде 5 саусақ қой. Мына сызықтың арасы дейді. Мына сызықтың үстіне, сызықтың арасына жазылады. Осылай сызыққа тағы да шашып жазып көреміз. Сызықтың арасына шашамыз. Сызықтың арасына. Байқадыңдар, е? Сызыққа жазылады, сызықтың арасына жазылады. Сызықтың үстіне жазылады, сызықтың астына жазылады. Сонан қарасаңдар, байқасаңдар, қосымша сызықтар бар. Қосымша сызыққа, қосымша сызықтың астына, қосымша сызықтың, 5 сызықтың үстінде қосымша сызыққа, 5 сызықтың үстінде қосымша сызықтың үстіне жазылады. Ал енді ноталармен танысамыз. Қосымша сызыққа бізде до нотасы жазылады екен. Оны айыру үшін мен қызыл бояумен бояп қойдым. Сызықтың астындағы нота ре, бірінші сызыққа ми, фа, екінші сызыққа соль, ля, си. Ал мына кілтіміз скрипка кілті деп аталады. Немесе соль кілті деп аталады. Соль кілті деп аталатын себебі мына екінші сызықтан бастап жазылады. Және екінші сызыққа соль нотасын жазатынын көрсетеді. Міне, мынау соль нотасы. Осы соль нотасынан бастап қандай нотаның қай сызықта жазылғанын табамыз. Соль, ля, си. Соль, фа, ми, ре, до. Мына додан бастап дыбыстар жоғары кетеді. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Жоғары кетті. Жоғары кеткен сайын дыбыс жіңішкереді.
жоғары кетеді. Тағы да қайталаймыз. До қосымша сызыққа, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Бұл жерде 7 дыбыс. 7 нота. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Мына до бұл 8-ші нота, немесе 1-ші нота. Мына жерде 1-ші октава деген сөзді көріп тұрмыз. Октава деген ол 8 деген санды білдіреді. Латын әрпінен 8. Неге 8? Өйткені мына жерде мына бәрі жетеу ғой. Жетеу, мынау 8-ші. 1-ші октава деп аталады. Оны алдыңғы сабақтарда пианинодан көрсетемін. Енді бұл қандай сан пайда болып жатыр, анықтап қарайық. Бұл сандар рим цифрлары. Мына біздің ноталар баспалдақпен жоғары шыққандай дыбыс шығып жатыр, қараңдар. Бұл баспалдақтардың нөмірлері, рим цифрлары жаттап алып. Енді дыбыстың төмен түскенін естиміз. Баспалдақтың нөмірлері. Төмен келдік. Бізге бүгін рим цифрларын жаттап алу керек. Рим цифрларын 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жақсы, өте жақсы. Енді үйге тапсырма, скрипка кілтін жазуды және ноталарды нота сызығына, нота арқауына дейміз, жазып үйрену. Нота атауларын, рим цифрларын жаттап алу. Сау болыңыздар.